Бисмилля, біз бірінші сабағымызды бастаймыз. Бізге ең керегі дәптер, ручка и егер сіздерде бар болатын болса, міне мынадай кітап, егер жоқ болатын болса, мен жіберген видеолармен, фотолармен оқысаңыздар болады, немесе өз қалаларыңыздағы мешіт жанындағы дүкендерден осындай тәжвид кітабын алсаңыздар болады. Авторы Ғалымбек Тобашев. Мінекей, бүгін бірінші сабағымызды бастаймыз, иншалла. Жалпы араб тілінде, қыздар, 28 әріп бар. Мінекей, араб тілінде 28 әріп бар. Және де әр әріптің өзінің шығатын орындары бар. Одан бөлек араб тілі оңнан солға қарай оқылады. Мінекей, бір ерекшелігі. Мінекей, оңнан солға қарай оқылады. Бізде қазақ тілінде солдан оңға қарай ғой, ал араб тілінде оңнан солға қарай. Және де араб тілінде үлкен әріп, кіші әріп деген жоқ, барлығы бірге қосылып жазыла береді. Сосын араб тілінде дыбыстарды өз орнынан, яғни өз махражымен шығармасаңыз, кез келген сөз қате болуы мүмкін. Сондықтан біз Құран әліппесін, араб тілін, жалпы араб әріптерін дұрыс оқып, ары қарай Құранды дұрыс оқып үйренуіміз сол үшін қажет. Яғни біздің намазымыздың дұрыс болуы үшін, Аллахтың сөзін оқуымыз дұрыс болуы үшін, яғни әрбір оқыған әрпіміз, әрбір оқыған намазымыз сауаптан жазылып қабыл болуы үшін, иншалла, біз бүгіннен бастап үйренетін боламыз. Жалпы мінекей, араб тілінде 28 әріп бар. Бүгін сол әріптерді өтетін боламыз. Міне, әріп түрлері мінекей, ал астындағы ол әріптің атаулары. Сосын бір ескерте кететін жағдай, қыздар, мынау кітап түрік баспасы. Түрік баспасы кейбір дұрыстайтын жерлері бар, оны сабақ барысында дұрыстап отыратын боламыз араб тілінде. В целом осы кітап жақсы. Мінекей, бисмилля. Мынау астындағы атаулары әріптердің үстіндегі арабша әріптер. Жақсы ма? Алиф, бә, тә, сә, джим, хә, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, дод, то, зо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, яй. Яғни осы 28 әріп. Сосын қараңыздар. Мына жерлерде мен тә деп жазылып тұр, по идее, бірақ мен то деп оқыдым. Дұрысы то, зо деп оқылуы, жақсы ма? Оны дәптерге жазған уақытта менің осы произношениемді тыңдап, дәптерге дұрысын жазып алыңыздар, жақсы ма? Иншалла, сосын дәптерлеріңіздің басына мына дұғаны жазып қойыңыздар. Робби яссир, уәлә туассир, робби тәммин бил хойр. Яғни кез келген істі бастағанда осы дұғамен бастайтын болсаңыз, Аллах Тағала берекесін беріп қояды. Раббым, әрбір ісіме жеңілдік бер, және оны маған қиындата көрме, бастаған ісімді әрдайым игілікпен аяқтауды нәсіп ет. Мінекей, бұнымен таныстық. Яғни мына жерде қараңыздар. Мысалы, алиф дегеніміз, міне мынау әріп, бә дегеніміз, мынау әріп деп көрсетеміз ғой. Бірақ біз белгілі бір сөзді оқыған кезде алиф дегеніміз ә әріпін, бә дегеніміз б әріпін, тә дегеніміз т әріпін білдіретінін түсіндік, иә? Енді мына жерде, қараңыздар, әріптер, 28 әріп берілген. Енді мына жерде қызылмен белгіленген әріптер бар. Бұл қызылмен белгіленген әріптер, яғни жуан әріптер болып аталады. Араб тілінде 7 жуан әріп бар, қалған 21 әріп жіңішке болып саналады. Мінекей. Алиф, бә, тә, сә, джим, хә, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, дод, то, зо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, яй. Ал мынау 7 жуан әріп деп тұрғанымыз, бұл айтылуы. Жуан айтылады әріптердің, және о әрпі арқылы айтылатын болады. Мысалы, хо, сод, дод, то, зо, ғойн, қоф. Түсінікті, иә? Ең бірінші біз
әріптерді махражмен айтып үйренуіміз керек. Махражмен айтуы дегеніміз әріптердің дұрыс дыбысталуы, дұрыс айтылуы. Және де әріптердің мынау түрлерін, жуан әріптерді, сосын әріптерді дұрыс махражмен айтуды бірінші сабақта біз өтетін боламыз. Сіздерге вот осыны үй жұмысы қылып беремін. А мына жерде әріптер на разброс берілген, то есть жаттап болғаннан кейін жаттығу үшін берілген жаттығулар. Вот мына жерде қай әріп қай жерден шығады, вот солай. И ары қарай иншалла оқып үйренетін боламыз. Бүгінгі тақырып, иншалла бүгінгі тапсырма сіздерге мынау әріптерді жаттап аласыздар, түрлерін жаттап аласыздар, атауларын жаттап аласыздар, дұрыс дыбысталуын дыбыстайсыздар, және мынау 7 жуан әріпті де жаттап аласыздар. Қазір сіздерге бұдан бөлек тағы да бір видео жіберемін. Сол видеомен бірге аудионы, яғни сол видеомен бірге қайталайтын болсаңыздар, әріптерді махраждарыңыз дұрыс шығатын болады. И мынаған қарап әріптерді жаттап, иншалла дәптерлеріңізге жазып алыңыздар.